Армысыздар, ала орнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Бехмет, алдымен аңдатпа. 1 қаңтардан бастап қостанайлықтар қоқыс шығарған үшін 1,5 есе көп төлейтін болады. Тазалық 2012 серіктестігінің жаңа тарифтері қазір мемлекеттік рәсімдерден өтіп жатыр. Қыста жолға шығу үлкен жауапкершілік. Қар құрсауында қалмас үшін қандай құрал-саймандарды бірге алып жүрген абзал, сәлден соң тарқатамыз. Қостанай облысында биыл бұқаралық спортқа көңіл бөліне басталды. Ағымдағы жылдың өзінде өңірде 8 дене шынықтыру сауықтыру кешені бой көтерді. Ашылған спорт нысандарының жұмысымен мен Дәуіт Байғоныс бүгінгі шығарымда таныстырамын. 1 қаңтардан бастап қостанайлықтар қоқыс шығарған үшін 1,5 есе көп төлейтін болады. Тазалық 2012 серіктестігінің жаңа тарифтері қазір мемлекеттік рәсімдерден өтіп жатыр. Содан кейін олар заңды күшіне енеді. Тарифтерді көтеру арқылы компания өз жұмысында мерзімді түрде туындайтын бірқатар мәселелерді шешуді көздеп отыр. Биылғы жылдың басында Тазалық 2012 серіктестігі өз қызметтеріне тарифті ұлғайту жайлы шешім шығарды. Төлем бастапқыда 73%-ға өсуі қажет еді. Алайда бұл бастама қолдау таппай, тарифтер қайта қаралды. Қайта есептеулер нәтижесінде компания тарифті 53%-ға көтеруді шешті. Бұл ұсынысты қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында депутаттар қолдады. Енді аталған өзгерістер келесі жылдан бастап күшіне енеді. Облыс орталығы тұрғындары енді қоқысты шығару үшін 1,5 есе көбірек төлейді. Абаттандырылған сектор үшін қолданыстағы тариф 452 теңге. Қолайсыз сектор үшін қолданыстағы тариф 540 теңге. Қалалық мәслихат бекіткен тарифқа келсек, енді абаттандырылған сектор үшін 694 теңге. Ал абаттандырылмаған сектор үшін 827 теңге болады. Радик Есқалиевтің сөзінше, қолданыстағы тариф кәсіпорынның нақты шығындарын, яғни қызметкерлердің жалақысы, құрал-жабдықтар мен заманауи қоқыс жәшіктеріне кететін қажетті жаппайды. Ал тарифтерді көтеру аталған мәселені сәлде болса шешуге көмегін береді. Бұдан басқа, биыл экологиялық заңнаманың талаптарына байланысты қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау цехы өз жұмысын қайта бастады. Оның толыққанды жанданып жұмыс жасау үшін қосымша инвестиция қажет. Компанияның 2018 жылғы нақты шығындарына сүйенсек, тариф соңғы рет 2022 жылы өскен екен. Міне бұл осы уақытқа дейін әзірленген тариф. Ол 2023 жылға дейін қабылданған. Қарап тұрсаңыз, біз белгіленген шамадан кешігіп келеміз. Неге десеңіз, бұл методиканың әсері. Жұмыс комиссиясының отырысында депутаттар бұл бастаманы көтерді. Біз де қолдадық. Себебі тариф инфляция пайызына сәйкес индекстелуі тиіс. Жаңа тарифтер көрсетілген құжат тиісті органдарға жіберілді. Енді ол мақұлданғаннан кейін 10 күннен соң күшіне енеді. Жаңа тариф жөнінде қала тұрғындарының пікірін сұрап білдік. Жұмыс сапасы жақсар деп ойлаймын, себебі қызметкердің жалақысы артады. Оларға жалақыдан басқа ештеңе керек емес. Халықтың басым бөлігінде коммуналдық қызметтер үшін қарызы өсіп жатыр. Олар бұған дейін бекітілген қаражатты уақытылы төлемей жүр. Енді тариф көтерілсе, ай сайын уақытылы төлем жасалатынын күтпегені жөн. Мен ойымша, біраз ұйымдар халыққа берген уәделерін орындамай жатады. Тарифтің көтеруімен халық белгілі бір өзгерістер күтеді. Тарифті көтерумен келіспеймін, себебі бәрі қымбаттап жатыр. Дүкенге барсақ та бәрі қымбат. Қашан жақсы өмір сүреді екенбіз. Қажеттілік туындаған соң тарифті де көтерді. 7 рет өлшеп, 1 рет кесіп қабылданған шешім деп есептеймін. Виктор Ваташко, Қарагөз Мақатова, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Қытымыр қыста жолға шығу үлкен жауапкершілік. Қар құрсауында қалмас үшін қажетті құрал-саймандарды дайындап, ауа райы болжамын тексеріп, сақтық шараларын ұмытпаған абзал. Күрек, бензин құтысы, трос және жылы киімдерді ұмытпаңыз. Сонымен қатар, туыстарыңызға қайда баратыныңызды хабарлап, ұзақ сапарға шықпас бұрын барлық қауіпсіздік шараларын қарастырыңыз. Бұл төтенше жағдай департамент басқармасының тұрғындарға берген кеңесі. Қытымыр қыста жолға шығу автокөлік жүргізушілер үшін кейде қауіп туғызады. Сондықтан төтенше жағдай департаменті мамандары сақ болуды, ауа райы болжамын бағамдап, телефонға келетін түрлі ескертулерді ескеруді ұсынады. Ал ашық күні алыс жолға шығып жатсаңыз, автокөлікте шағын да болса құрал-сайман болған артық етпейді. Ұзақ жолға шыққан кезде ұмытпайтын заттың біреуі қыс кезінде ол күрек. Күректі автомобильде қыс кезінде әрдайым жату керек. Және де ұзақ жолға шыққан кезінде өзіңізбен бірге канистрге бензин құйып алып, бензин алып шығу керек. Өйткені алыс жолдарда тұрып қалуы мүмкін, пока құтқарушылар келгенше дейін осы канистрдегі бензинді қолдануға болады. Және де ұзақ жолға шыққан кезінде керекті заттың біреуі ол трос дейді. Осы
турасында өзіңіз бірге алу керек, өйткені автомобильдер қарға тұрып қалған кезінде итеріліп тартып алып шығу үшін керек зат. Бұл шағын құралдардың топтамасы қар құрсауында қалып қойған жағдайда азда болса өз септігін тигізеді. Мәселен, суықта көлікті жылытып алуға қарап отырмай, өз бетінше көлікті шығаруға әрекет етуге, жолда кездескен көліктен көмек алуға мүмкіндік береді. Сондықтан кейінге қалдырмай жолға қазірден бастап қамдануға кеңес береді мамандар. Аккумулятор отырған жағдайда оның зарядын алу үшін осы сатты қолданады. Прикуритель дейді, осы сатты өзіңізбен бірге болу керек. Және де ұзақ жолға шыққан кезде автокөліктің иелері көбінесе жұқа киім шығады. Автокөлікпен жүргеннен кейін, жұқа киім шыққаннан кейін жолда тұрып қалған кезде ол кісілерге көбінесе өзіңізбен бірге жылы киімдер алып жүру керек. Автокөлікте әрдайым жылы киімдер жату керек. Кәрі құдан қыстың былтырғы әлегі орасан зор болды. Қар аралы жаңбыр, боран соны көктайғаққа айналған еді. Биылғы жылы да ол емес. Төтенше жағдай департаменті мамандары облыстың тас жолдарында 23 апталық құтқару жұмыстарын өткізген. Осының арқасында 33 адам қар құрсауынан құтқарылған. Олардың 4-еуі балалар. Егер боран немесе қатты аяз кезінде жолда қалып қойсаңыз, елді мекеніңіз алыс болса, таныс емес жерде тоқтап қалсаңыз, машинадан шықпағаныз жөн. Қыста жолға шығар сапар кезінде жүретін жолыңызды туыстарыңызбен ата-аналарыңызға айтып қойыңыздар. Төтенше жағдай департаменті қызметкерлері қауіпті ауа райы кезінде алыс жолға шықпауға кеңес береді. Алексей Краснов, Аслан Биахмет, Қарагөз Мақатова, Алау. Кәмелетке толмағанда зорлағаны және өлтіргені үшін Қостанай облысының тұрғынына үкім тағайындалды. Сотта оның біріншісінің жасыру үшін екінші қылмыс жасағаны дәлелденді. Ақыл есі кем емес психикалық бұзылыстың болуы және кінәсін мойындап келуі сияқты жеңілдетілгенге жағдайларға қарамастан 27 жастағы сотталушыға ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Әулиекөл ауданы орталығының 27 жастағы тұрғыны Сергей Гончаренкоға қатысты сот процесі өңірдің қылмыстық арнайы сотында жабық режимде өтті. Осы жылдың 25 маусымында жасаған қылмыстардың мән-жайлары сот шешімі жарияланған кезде ішінара айтылды. Сол күні ол танысының үйінде ішімдік ішіп, үйіне қайтып келе жатып, жолда кездескен 16 жасар қызбен әңгімеге келеді. Сотталған Гончаренко кәмелетке толмаған жәбірленушіні жолдың ағаштардың көлеңкесіне апарып, онда оны физикалық күшпен зорлайды. Содан кейін кәмелетке толмаған жәбірленушіні тұншықтыру арқылы өлтіреді. Айыпталушы Гончаренко таңертең қылмыс орнына қайта оралады. Айналасын шолып шығып, өзі жүргізуші болып жұмыс істеген қызметті газельге отырады. Қылмыс орнына тағы келіп, қыздың денесін көлікке жүктеп алып, оны 1,5 шақырым жердегі орманға апарып, бұтақтармен жауып тастайды. Сотта Гончаренко бұл жағдайда зорлау болған жоқ деп мәлімдеді, бірақ зерттелген дәлелдер, сарапшылардың қорытындылары судья атап өткендей бұны жоққа шығарды. Сотталушы өзінің кінәсін кәмелетке толмаған жәбірленушінің мәйітін Әулиекөл ауылының шегінен тыс жерге әкету жолымен аса ауыр қылмыстың іздерін жасыруға тырысқан мойындады. Сотталушының кінәсін, оның ақыл-ойының бұзылуы, сондай-ақ жас балалардың болуы, кінәсін мойындап, жоққа шығармайтын психикалық бұзылыстың болуы жеңілдетті. Бірақ оған есептелген әрбір бап бойынша қорытынды жасау мерзімі 15 жылдан асады. Сонымен қатар, бұған дейін ол ұрлық жасаған үшін де бас бостандығынан шектелген екен. Әулиекөл аудандық сотының 1-07-2024 жылғы үкімі бойынша жазаларды ішінара қосу арқылы 1 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеу арқылы Сергей Гончаренкоға өмір бойы кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты педагогикалық лауазымдарды атқару құқығынан айыруға отырып, 25 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалсын. Орташа қауіпсіздік қылмыстық арттыру жүйесінің мекемесі жазасын өтеу орны болып тағайындалсын. Аталмыш үкім заңды күшіне енген жоқ және оған шағымдануға болады. Нөмір 2 қалалық сотта белгілі тұрағылықта жері жоқ қостанайлыққа жаза тағайындалды. Бұзақылық жасаған үшін кінәлі деп танылған ер адам полицияның қарауына алынды. Айыптаушының айтуынша, осы жылдың қазан айында 60 жасар Анатолий Алагузов мас күйінде Қостанай тұрғынының тұраққа қойған көлігін бөтелкемен ұрғылап, ондағы сұйықтықты шашқан. Көлік құралының зақымдалу ауқымын көру үшін автокөлік салонынан шыққан әйелді бұзақы ұрып соғып, шашынан ұстап алып, оның бір бөлігін жұлып басынан бірнеше соққы жасаған. Жәбірленуші полицияға арыз жазды. Ер адамның өзі кінәсін мойындады. Әйелді кінәлі деп таныған, бірақ айыптау және жәбірленушінің нұсқасы бірнеше куәгердің айғақтарымен және көшеде бақылау камераларға жазуымен расталды. Сот Алагузовты кінәлі деп тауып, оған ең аз қауіпсіздік режимі бар
парк мекемеде 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Жәбірленушінің талабы 200 мың теңге ішінара қанағаттандырылды. Алагозовтан осы соманың 4/1 бөлігін өндіріп алу туралы қаулы шығарылды. Ол сот залында қамауға алынды. Сақшылар арбамен жүрген адамға залдан шығуға көмектесті. Судья Ольга Кузнецова атап өткенде колонияда оның қызметкерлері жеке куәлігінде мүгедектігі бар туралы анықтамасы да жоқ. Алагозовқа құжаттарды рәсімдеуге көмектеседі. Қостанайда сертификатсыз пластикалық ота жасау ісіне қатысты жаңа айыптау тағылды. Кешенді сараптама жүргізу үшін қажет болған соң отырыс бірнеше айлық үзілістен кейін қайта жалғасты. Мемлекеттік айыптаушының айтуынша, іс бойынша сотталушылардың бірінің медициналық білімі туралы дипломдары Қазақстан аумағында жарамсыз. Сотқа біздің түсірілім тобы да қатысып қайтты. Қостанай қаласының нөмір 2 сотында Ерлан Мед жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 37 жастағы құрылтайшысы дәрігер ортопед-травматолог мамандығын алған Ерлан Омаровқа қатысты қылмыстық іс бірнеше айлық үзілістен кейін қайта қарала бастады. Бұл жолы сот отырысына қатыса алмаған 49 жастағы Ирина Громова бұған дейін Мәскеу мен Уфада оқып жүргенде алған жалпы медицина және пластикалық хирургия мамандықтары бар екенін айтқан. Бұл оның дипломдарымен расталады. Бірақ мемлекеттік айыптаушы сотқа мәлім еткендей, Қазақстан аумағындағы шетелдік білім туралы құжаттар міндетті түрде нострификациялануға жатады. Яғни Қазақстан Республикасының аумағында тану рәсімі. Алайда Громова аталған ережелерді бұза отырып, Ресей Федерациясында алған дипломдарын нострификациялау рәсімінен өтпеді. Громова мен Омаров классикалық хирургия саласында қызмет көрсете отырып, алғашқы медициналық құжаттарды рәсімдемеген. Атап айтқанда амбулаторлық медициналық карта, хирургиялық хаттама, амбулаторлық қабылдаулар туралы толық есеп жүрмеген. Громова мен Омаровтың қылмыстық іс-әрекеттерінің нәтижесінде айыптау актісінде көрсетілгендей денсаулық сақтау мекемелерінің санитарлық ережелері бұзылған. Сонымен қатар мемлекеттік айыптаушының айтуынша Громова 2022 жылдың маусым айында науқастың денсаулығына ықтимал зиян келтіруді болжаған кезде медициналық қызметке және балалары клиникалық практикаға жіберуге қатысты тиісті анықтамасы болмаған жағдайында жүрекше хирургиялық аралас арқылы ота жасаған. Алайда операция нәтиже бермей науқас адам қайта жүгінеді. Оған Громова өзінің нашар көрсеткен қызметтерін жасыру үшін хирургиялық араласуды орындай отырып, жүрекше пішіннің атопластикасы саласында қайтадан хирургиялық операцияны бастады. Алайда Громованы манипуляциялар қажетті нәтиже бермеді. Сонымен қатар жара инфекцияланған. Громованың қылмыстық іс-әрекет нәтижесінде кәмелетке толмаған баланың денсаулығына зиян келтірген. Сонымен қатар моральдық және материалдық залал келтірілген. Сотқа қыздың заңды өкілдерінен бөлек денсаулығына да зиян келген екі әйел сотқа шағым түсірген. Олар денсаулықтарын түзету үшін Астана мен Бішкек қалаларына жүгінуге мәжбүр болған. Осылайша Ирина Анатольевна Громова Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 322 бабының 1 бөлігінде осы қызмет түріне куәлігі мен лицензиясы жоқ адамны медициналық немесе фармацевтикалық қызметпен айналысу көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаған, абайсызда адам денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтірген. Бұл құқық бұзушылық үшін жаза әртүрлі болуы мүмкін, яғни 200 айлық есептік көрсеткіш айыппұлдан 50 тәулікке дейін қамауға алуға дейін. Омаров қайында қауіпсіздік талаптарына сай емес қызмет көрсетуге дейін айып тағылып отыр. Бұл бап бойынша айыппұл азырақ және қамауға алудың ең ұзақ мерзімі 10 тәулікке аз. Келесі отырыста процеске қатысушы айыптың жаңа нұсқасына өз көзқарастарын білдіруі тиіс. Хабарымызда одан әрмен қарай жалғастырамыз. Қостанай облысында бұқаралық спортқа көңіл бөліне басталды. Ағымдағы жылдың өзінде өңірде дене шынықтыру сауықтыру кешені бой көтерді. Олардың саны 8. Спорттық нысандардың бірі Қостанай қаласындағы юбилейный шағын ауданында салынды. Бүгінде оның қызмет көрсетіп жатқанына 2 ай болды. Қазір онда гандбол, волейбол, баскетбол және үстел теннисі сынды спорт түрлерінен үйірмелер өткізіліп, шағын ауданның тұрғындары үшін тегін түрде жаттығу залы жұмыс жасайды. Нысан мүмкіндігі шектеулі жандардың келіп шынығуына да бейімделген. Белсенді спорттық өмірді жанына серік еткен орынбасар Қартқожаева 65 жаста ауыр снарядтармен жаттығу жасап, жас балада иелетін зейнеткер өзін әлі күнге дейін сергек сезінеді. Сөзінше үй маңында жаңадан бой көтерген бұл спорттық кешен бүгінде оның сүйікті жеріне айналған. Себебі бұл нысан болмай тұрып, шағын аудан тұрғындары далада шынығып спортпен айналысқан. Осы зал болмағанда өзім айналысып жүрдім. Далада, тренажерларда айналысып жүрдім, Бубновскийға барып айналысып жүрдім. Өйткені денсаулық мәселесі болды. Сондықтан осы жерде зал ашылған кезде әрине өте қуанышты болдым. Жаздың күні айналысатынбыз, қыстың күні үйде отырып қалатынбыз. Сол кезде осы зал ашылған бетте біз өте қуанышты болдық.
Ең тиімді жері мұнда келіп жаттығу жасау тегін. Бастысы алдын ала хабарласып, шынығатын күніңізді белгілеп қою қажет. Себебі бұл жерге келгісі келетіндердің қарасы қалың. Жауаптылардың айтуынша, көбі бір апта бұрын жазылып қояды екен. Сондай-ақ жаттығу залына мүмкіндігі шектеулі жандар да келіп шыныға алады. Мұнда ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін барлық жағдай жасалған және бейімделген. Кешкі сағат 4-тен 8-ге дейін бұл жерде пара спортшылар жаттығады. Олардың мұнда келіп арнайы тренажерлерде шығынуға толық мүмкіндік бар. Айтып кететін жай, жаттығу залына 14 жасқа дейінгі балалар келе алмайды. Себебі мұнда ауыр жарақаттарға алып келу қаупі бар, құрылғылар көп. Ал 14 жастан 16 жасқа дейінгі жеткіншектер ата-анасымен келіп жаттығуы шарт. Спорт кешенінің мүмкіндіктері бұнымен шектелмейді. Ғимараттың екінші қабатында ұзындығы 42 метр болатын ойын залы бар. Онда балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушілері гандбол, волейбол және баскетбол сынды командалық ойындар ойнай алады. Жаңа ғимараттың ашылуымен спортқа қызығушылық танытқандар да көбейіп отыр. Этот зал мы ждали, можно сказать. Бұл залды біз ұзақ күттік десем болады. Міне енді оны алып қызығын көріп жатырмыз. Бұған дейін біз шағын залда дайындалып жүрдік. Ол өз кезегінде қиындық туғызып жүрді. Ал мұнда барлығы стандарт бойынша жасалған. Гандбол ойнайтын алаң 40-қа 20 болуы шарт. Бұл ойын залы сол стандарттарға сай келеді. Қазіргі таңда спорт кешенінің жұмыс жасап жатқанына 2 ай болды. Нысанның құрылысы қыркүйек айында аяқталса да, оны іске қосу тек қараша айында жүзеге асты. Бүгінде мұнда келіп жаттығатындардың 80%-ы юбилейный мен Береке шағын аудандарының тұрғындары. Жауаптылардың айтуынша, ғимараттың ашылғанына 2 ай болса да, мұнда облыстық көлемде бірқатар жарыстар өткен. В зале проводят расписание, уже провели здесь. Демалыс күндері бұл жерде көбіне түрлі деңгейдегі жарыстар ұйымдастырылады. Мәселен, бұл ойын алаңында жуырда баскетболдан әуесқойлар арасында жарыс өтті. Одан бөлек бізде көркем гимнастикадан Қостанай қаласының ашық чемпионат өткізілді. Біздің басқа кешендерден басты ерекшелігіміз барлық қызметтерді тегін көрсетеміз. Келушілерге ыңғайлы болу үшін ғимаратта 4 киім ауыстыру бөлмесі бар, және оның әрқайсысында арнайы жуыну орны да қарастырылған. Спорт кешенінде тамақтануға арналған асхана да бар, бірақ әзірге ол жұмыс жасамайды. Басшылық оны алдағы уақытта жалға беруді жоспарлап отыр. Аталмыш жоспар хореография кабинетіне де қатысты. Сергей Лукашин, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Өңірдің белсендері талантты жастарын анықтайтын жобалардың бірі Қостанай облысы жастарының алтын кітабы. 18 жылдың ішінде кітапқа денсаулық сақтау, білім беру, спорт және мәдениет, құқық қорғау саласында үздік деп танылған 300-ден астам азаматтың есімі енген. Аталған марапат Лисаков қаласында 2016 жылдан бері жалғасып келеді. Биыл үздік деп танылғандар кімдер? Мерекелік кешке қатысқан тілші сюжетті толығырақ тарқатады. Лисаков қаласының алтын жастарын марапаттау кеші осылай тойлануда. Келген қатысушылар мен қонақтар өткен ғасырдың 20-шы жылдарындағы Гэтсби винтаж стилінде киінген. Айта кетейік, шаһарда мұндай шара осымен 9-шы рет өтуге. Іс-шараның форматын қызықтетіп түрлі стилде өзгертуді жоспарлатып отырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, жиналғандар мерекелік дресс-кодты сақтап келген. Барлығы ерекше әдемі. Лауреаттарға 50 мың теңгелік ақшалай сертификаттар мен грамота табыстаймыз. Олардың есімі кітапқа еніп музей қорында сақталады. Лисаков қаласының жастары барлық салада белсенділік танытады. Алтын кітапқа үздіктердің үздігі деп танылғандар енет деген ойдамын. Бүгінгі шара Лисаков қаласы үшін маңызды оқиғалардың бірі. Тарихта қалатын күн. Шаһар басшысы осылай деп тілек білдірді. Алтын кітапқа есімі жазылған жастар Лисаков қаласының тарихында қалады. Барлықтарыңызды бүгінгі марапаттарыңызбен құттықтаймын. Қызметтеріңізді жалғастырып, еңбектеріңіз еленіп, дами беріңіздер. Абай Ибраев ерлік пен абырой номинациясы бойынша үздік деп танылғандарды марапаттады. Марапатқа ие болғандардың бірі жаста болса қас бола бірген төтенше жағдай бөлімінің аға инженері, азаматтық қорғау капитаны Жәнібек Ибраев. Айта кетейік, бұл кітапқа денсаулық сақтау, волонтерлік және спорт, ғылым мен білім беру саласында сүбелі үлес қосқан жастардың есімі енеді. Мәдениет пен өнерінің ажырамас бір бөлігіне айналған сахнада бала кезімнен жүрмін. Өнер жолым би мен ән үйірмесінен қатысудан басталды. Ал жастарға арналған мұндай шаралар өткізілгені дұрыс деп санаймын. Мерекелік кеш өте қызықты әрі керемет өтуде. Номинациялардың тағы бірі журналистика саласына қосқан үлесі үшін деп аталады. Оны Акцент телекомпаниясының жас журналисі Екатерина Анацкая иеленді. Ол телеарнада 1 жылдан артық қызмет атқарады.
Мен үшін бұл өте құнды марапат. Алғысымызды директорымыз Дархан Оразғали мен бас редактор Валерий Анатольевичке Акцент телеарнасының ұжымына білдіргім келеді. Бұл марапат менің алдағы жұмысыма үлкен мотивация. Маған деген сенімді артқан сенімді ақтауға тырысамын. Лисаков қаласы жастарының алтын кітабы 2016 жылдан беріліп келеді. Осы уақыттан бері оған 40-тан астам азаматтың есімі енген. Қарагөз Мақатова Акцент телеарнасының көмегімен. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмам. Студияда болған Аслан Биахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.